Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өзін тану пәні бойынша өтетін сабағымыздың тақырыбы балалық шақ мейрамы. 33-ші сабақ. Сабағымыздың құндылығы сүйіспеншілік. Игеретін қасиеттеріміз бауырмалдылық, достық, татулық. Сабағымыздың мақсаты балалық балдырған шақтың қызықтарын балаларға түсіндіру арқылы сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашуды үйренеміз. Ал олай болса, әдеттегідей сабағымызды 5 ережесімен бастаймыз. Тәртіпті орнатып, тазалығымызды сақтап, оқуға, білуге талаптанып, тыныштығымызды сақтап, бүгінгі сабағымызды, бүгінгі күнімізді татулықпен өткізейік. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі өзіңе тілемегенді өзгеге де тілеме. Халық нақылы. Осы дәйек сөзді бірнеше рет дауыстап қайталап, жаттап алыңыздар. Дәйек сөздің мәнін, мағынасын түсіну үшін мына бір сұрақтарға жауап берейік. Ешбір адамға да, ешбір тіршілік иелеріне де қиянат жасамайтын, жүрегі таза жан деп кімді атар едіңіз? Осы дәйек сөзден қандай ой түйдіңіз? Осы сұрақтарға аудиозапис арқылы кері байланыс берулеріңізді сұраймын. Балалар, келесі сабағымыздың бөлімі мұғалім сыйы. Сіздерге әзірлеген бейне жазбаны мұқият көріңіздер. Өзіңнен баста. Жақсылық әрбіріміздің қолымыздан келеді. Аға, нормал? Рахмет. Ол өзін әр адамға берешекте сезінеді. Жақсылық жасау үшін міндетті түрде бай, ғұлама, нешенеуніктің бірі болу шарт емес. Ол ешқашан қайырымдылығына қайтарма сұрамайды. Hadi Bahadır, hey. Жақсылық пен қайырымдылықты жасаған сайын бақытты қоғамның босағасын бекітеміз. Жақсылық жасауға асығайық. Балалар, келесі кезекте шығармашылық жұмысқа берейік. Атасы мен немересі саябақ ішімен келе жатты. Олардың алдынан шалшық су кездесті. Немересі оның иісінің жаман екенін айтып, атасына басқа жолмен жүруді ұсынды. Атасы: балам, өмірде жаман нәрсе жоқ, тек қана оған сенің қалай қарағаныңда.
сенің оған деген қатынасыңда деді. Алайда немересі атасының сөзін түсінбей ойланып қалды. Балалар, сендер немересіне жағдайды қалай түсіндіріп берер едіңдер? Өздерің жақсы нәрсені қайдан, қалай іздейсіңдер? Осы сұрақтарға аудиозапис арқылы кері байланыс берулеріңізді сұраймын. Келесі кезекте топпен ән айту. Ән әрқашан күн сөнбесін. Күн әлемі, көк әлемі, бұл суретте жас баланың ақ қағазға салған өзі, бір шетіне сөз жазған. Әрқашан күн сөнбесін, аспаннан бұлт төнбесін, қасымда болсын мама, болайын мен аман. Әрқашан күн сөнбесін, аспаннан бұлт төнбесін, қасымда болсын мама, болайын мен аман. Балалар, бүгінгі сабақтан игерген жақсы қасиеттерді есімізге түсіріп, жүрегіміздің түбіне сақтай білейік. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болайық.